арнасына ұсынылдым. Алматы қаласында 47-ші автобуста болған оқиға еді бұл. Мен енді білмеймін, енді жылау керек, негізі бірақ күлкім келіп отқаны. Сіздің күйеуіңіз сізді ұрып өлтіріп қойса, әйел, сіз кінәлісіз. Өйткені сіз күйеуіңізді ашуландырып, оның жүйке жүйесіне тиіп, сізді өлтіріп қояды екен. Сіз автобус, қоғамдық көлікті жүргізіп келатасыз. Сізге жолаушы келіп, сіздің жүйкеңізге тиеді. Жоқ, сіз кінәлі боласыз. Өйткені сіз әйелсіз ғой. Еркектің айтқанын тыңдау керек еді ғой. Тағайын мына жерде байғұс жүргізуші әйелді кінәлап жатыр. Жалғыз басты анамыз деп президентке дейін бардық. Бізді кінәлап жатыр. Не үшін туасың? Не үшін демографияны көтересің? Сонда қазақтың санын не үшін көбейтесің? Егер оны асырап баға алмасаң деп бізді мысалға қанша есіктер жабылды алдымыздан. Тағы біз кінәліміз. Бүкіл қандай жағдай болмасын, жұмыс істесек те, қысқа кисек те кінәліміз, ұзын кисек те кінәліміз. Барлық жерде әртүрлі. Ана религияға кіріп кетсе де бейшара қатын кінәлі. Ана жаққа бірдеме тасып, зат тасып, сауда істесе де әйел кінәлі. Басқа ұлтқа тиіп, байғұс жан сақтап, бала шағанысын асырап отса да әйел кінәлі. Сонда бұл еркектерге не қандай құл ма? Сонда құл темір керек па? Робот керек па? Мен түсінбей қалдым ше. Біздің қазақтың жігіттеріне не керек сонда? Бала тусан да, қалың мал сұрамасан да, үндемей аузын жауып жүрсең де жақпайсың. Әке-шешең бай болып, тіреп тұрса да, сен күшік күйеу қылмай бүкіл жағдайын жасап, сені көтермелеп, авторитет қылса да жақпаймыз. Бүкіл сенің уланған религияңа түсіп кетсек те, содан 1000 рет бейшаралар ажырасып, жәлеп болып, кімнің астына түспейіз, кімнің астында қалмаймыз. Ода да бала шағасын тастамай, мысалға күн көріп, бейшаралар адам болып бетін тұмшаласа да, басына коробка киіп алса да, қақаған қыс болсын, қайнаған жазды болсын, онда да қатындар жақпайды. Сіздерге не жағады сонда, ер азаматтар? Біз сонда тағы не істеуіміз керек сіздерге жағу үшін?